Ассалаумағалейкум warahmatullahi wabarakatuh. Мінекей құрметті мұсылман қауым, бүгін 15 қаңтар 24 жыл автобуспен бара жатырмын. Мен серуеным теміржол вокзалына, ескі теміржол вокзалына Астананың соған бара жатырмын. 26 автобуспен. Бүгін күн аяз, 21 градус, тәуба, өте күшті, қысқа, нақты сәйкес келеді. Мінекей күн көзі жарқырап тұрғансыз. Сол ақырындап бара жатырмыз. Жолымның берсінде бісміллә деп, сол ақырындап жетеміз. Сағат 15 сағаттай қазір. Біраздан соң 1 сағаттың ішінде магриб намазы болады. Үлгірсем мешітке кіре салам. ЖД вокзалының қасында, теміржол вокзалының қасында мешіт бар. Сол бірінші рет ана жерге баруға туру келеді. Өйткені бір рет барған жоқпын, соны көруге тура келеді. Көрсем, иншалла, жақсы болушы еді. Сапарымыз сәтті болсын. Мінекей көлеңкемен бара жатырмыз. Біраздан соң мына күн батады. Мінекей мына бас прокуратураның жатақханалары. Мен білгенімше мынау қамал және басқа құрылыс ғимараттары. Әзірше паузаға қоя салайын. Мәңгілікке жақындап барамыз, Мәңгілік елге. Мәңгілік ел көшесіне. Нақты айтсам. Мінекей экспо дөңгелек шарды өтіп бара жатырмыз. Осы жерден күн қатты жарқырап тұр экранға. Оң жаққа қарасақ, балет театр аялдамасы, балет театр Астананың қазір көрінеді. Астана балет театры деп жазылып тұр. Мынандай ғимарат. Мына жерге балетке кісілер барады. Қарай бара жатырмыз. Қызыл шам, мінекей жасыл шам. Мына құрылысты мына не істеп тұр. Мына құрылысты істеп қойды ма, білмеймін. Экспоның жанындағы. Так, мінекей Астананың қалалық соты, облыстық соты сияқты оған сәйкес келеді дәрежемен. Крокус Сити деген құрылыс ғимараты. Мінекей экспо жоқ, бульвар емес, басқа экспоның үйлері сол жерде. Магнум магазины да бар. Көп магазиндердің, сеть магазиндердің ішіне кіреді. Жігіт сары рюкзакпен бара жатыр. Менен дарықсап. Глобус сияқты
рюкзак, бірақ кішкентай, ол угловой емес, жай рюкзагы сондай қызық түсті. Енді Қабанбай Батыр көшесіне жақындап барамыз. Солға баратын жер аэропорт жазылып тұр. Әуежай. Тура баратын жол Туранға бара жатырмыз. Оңға қарай Қабанбай, оңға солға. Сол біз Туранға бара жатырмыз. 26-шы автобус күшті жүреді. Ұлысдала көшесі бойынша тура шахматный доска сияқты, жылқының фигурасы сияқты тура солай күшті жүреді, бұрылмай. Так, паузаға қоям. Мінекей Қабанбай Батыр көшесін өтіп барамыз. Ана жерде Назарбаев университеті, Назарбаев мектебі. Туран көшесіне дейін бар жатырмыз, Ұлы-Дала көшесімен. Мынандай жазулары бар. Сайран Арена футбол мектебі деген нәрсені ғимаратты өтіп кеттік. Так, мына жерде қазір бұрыламыз. Бисмилля деп. Бисмиллахиррахманиррахим деп. Кісі өтіп бара жатыр жүгіріп автобусға. Жеңіл бірдеме магазин. Жеңіл атлетикалық спорт кешені Қазақстан. Күшті. Сотканы камераны шайқалған үшін кешіріңіз. Мінекей Гранд Холл Астана ресторан өтіп бара жатырмыз. Қызықты ғимарат. Мына жерде құрылыс жасалуда. Бүкіл Астана құрылға тұр әлі. Құрылсын, иншалла. Мына жерде шайқалып жатыр автобус, кешіріңіз. Ана жерде Барыс Арена. Қарама-қарсы. Әлі бірде рет сол Барыс Аренаға кірген жоқпын да. Өкінішке орай ма, өкінішке орай емес пе? Мүмкін мен маған хоккей қызықты шығар емес. Қызықты емес шығар. Так, енді мына жерде Астана Арена. Футбол ойнайтын жер, және басқа ойындар жасалуда. Концерттер қоятын жер. Астана Арена. Ана жерге бардым. Футболды қарауға бір-екі рет па солай бірдеме. Бірақ футболды маған қызықты емес, солай айтам. Оны мен ойнамаймын, ұнатпаймын. Мәссаған. Мынау
Галия өте мықты мәссаған. Мына Галияға автобус шыдамайды, құдай сақтасын, бісміллахи рахмани. Үкіметтің машиналары тазалауға үлгерген жоқ шығар деп ойлаймын, сондай бірдеме. Так, мына жерде басқа новости бар. Көрінбейді, шайқалып тұр. Ана жерде новости үйлері. Мына жерде Магнумды өтіп бара жатырмыз. Магнум, ДНС, Кари және басқа. Магнумның артында новости ғимарат құрылыстары, құрылыс ғимараттары ма солай айтып жатыр. ЖК-лар әйтеуір Б групптың. В общем, 2-3 жерде Астанада бар. Өте эконом класс деген сондай ЖК-лар күшті, ол реклама емес. Бірақ солай. Қазір пәтерлердің құны тоқтаған шығар. Бір дәрежеде тұр. Бір жылдың ішінде долларда құны сондай. Бір дәрежеде 455 па, сондай бірдемен 460 теңге шығады бір долларға. National Research Cardiac Surgery Center өтіп барамыз. Ұлттық ғылыми кардиохирургия орталығы. Сол аялдама. Осы аурухана сондай. Дамумет арқылы кейбір кісілер осында тұратын, осы жерде операцияға жатады, және басқа аурулармен жататын шығар деп ойлаймын. Дамумет арқылы направление алады. Мынау балаларды 16 ұлттық орталығы. Ол кардиоцентрдің қасында, я. Мұндай ғимараттар Туран көшесі бойынша бара жатырмыз. Қарама-қарсы Анвар магазины, гипермаркеті, дүкені сондай үлкен гипермаркеттер, кішкентай дүкендерді конкуренция жасайды өте күшті. Өкінішке орай қазір 25 жылдан бастап барлығы бүкіл декларацияға айналады. Сол үшін қазір кейбір ақпараттарын қарасақ, дүкендер QR-ды алмайды, переводты алмайды, Каспи. Оларды да түсінуге болады. Өйткені біздің мемлекеттің налогтары өте ыңғайсыз емес. Көп налогтар, НДС-тар және көптен көп әр жыл сайын жылдың ішінде көп рет өзгеріп жатыр. Сол үшін аса ыңғайлы емес, сол үшін қиын сияқты болып жатыр. Ол отқан шығар. Соған айтып жатыр. Бір дүкендер QR код немесе басқа переводты алмаса, бас тартса, налоговыға арыз жазыңдар деп айтып жатыр. Бірақ ол нормальный нәрсе емес шығар деп ойлаймын өзім. Білмеймін.
әрқайсысын ой әртүрлі. Сондай алдымызда отель Саат Мариот деген осы жерден көрінбейді. Мариот жазуы Алматыда үлкен сияқты деп кісілер айтады. Алматыда өзім аса болған жоқпын. Жарайды, паузаға қоямын. Республикалық диагностика центр өтіп барамыз. Яғни анау ғимараттар дөңгелек бочкалар ма, бірдеме сондай атайды. Фестиваль авеню деген ғимарат. Алдымызда Хан Шатыр. Мынау шетінде онда фитнес палас. Celebrity Spa жазуы, Celebrity Spa. Сондай бірдеме. Мына жерде қазақмыз ғимараты. Ғимараттар кейбір кісілер айтады. Ғимараттарын бай кісілердің жарайды. Ғимараты алтын ақшасына жасалған деп жарайды, жасасын. Әйтеуір әдемі қала болсын. Әдемілікте де жақсы жерлері бар. Осы дүние жүзі әдемі болса. Қызылшам. Паузаға қоя салайын. Жасылшам жағылды. Так, ана үйлер қазмұнай газдікі шығар. Сондай бірдеме. Ана жерде басқа ғимараттар. Барлығы қазмұнай газ, КТЖ-нің, Қазақстан темір жолының үйлері, ғимараттары. Әнеке Абу Даби Плаза, алыстан. Мынау Хан Шатырының аялдамасы. Өтіп барамыз Хан Шатырдың. Өте үлкен сауда үйі. Сауда үйі үстінде пляж да бар, бассейн де бар, шомылатын жер, құм да бар. Мальдивадан әкелетін бірдеме сондай жарнама болды. Әртүрлі бутиктар, брендтер және әнеке Хан Шатыр. Әртүрлі киімдер, киім-кешек. Так, алдымызда Астана опера, мемлекеттік опера және балет театры. Тағы да балет театры ма? Әйтеуір Астана опера театры. Бір рет ана жерде болдым. Өте күшті әдемі жер. Ішінде 4 па, 5 па этажды балкондар бар. В общем, барлығына осы жерлерге баруға Алла нәсіп етсін. Кім барғы келсе бармыз, қаласаңыз. Сол біреуге соғып отыр. Жай досыма сондай. Так, паузаға қоям. Неке Астана опера театры ғимаратын өтіп барамыз. Өте үлкен, кішкентай емес. 5 қабатты ма, 6 ма? Әйтеуір білмеймін ішінде немене бар екенін. Так, мына үйге Сарыарқа үйіне жақында барамыз. Сауда үйіне. Бірде рет кірген жоқпын даже.
кіруге мына жерге керек талай рет өтіп кеттім осы жерден. Ана жерде ящерица па, дракон бірдеме сондай. Так, мына сол жағы Портофино деген жерлер, әртүрлі дәмханалар. Рубай, Портофино, Пивоваров, әртүрлі дәмханалар. Бұрыннан Астананы тұрғанда мына жол ең алдыңғы, мына көше ең алдыңғы көшелері болған сияқты сондай бірдеме. Багратионима, анда Золото деген жеріме, сондай жерлері. Рубаймы. Минареттермен сияқты. Багратиони. Күшті салған, әдемі. Korean House, ya. Яғни Якитория деген жері. Бұрыннан болып атқан жерлер. Мынау Gold, Золото деген, анау Светлаков па, бірдеме кісінікі. Так, мына жерде жоқ әлі емес, алдымызда Керуен Сити деген сауда үйі болады. Алдымызда. Жас кезінде осы жерде серуендеуге күшті, бірақ қыс кезінде аса қызық емес шығар, білмеймін, су үшін. Мына жерде Монша, орталық Монша. Оның аты ұмытып қалдым, бір рет болдым. Керемет па? Керемет деген Моншасы. Алдымызда анау колесо обозрения. 2017 жылы салынған ба, бірдеме сондай экспоға сәйкес. Экспоның 2017 ма, сондай бірдеме болған. Сол жаз кезінде, жазда жұмыс істейтін колесо обозрения. Керуен Сити. Олды ескі сауда үйлерінің бірі. Үлкен, кішкентай емес, қызықты. Веранда Ресто бар. Әйтеуір Туран көшесі мынандай ғимараттармен толы. Орталық сияқты бірдеме сондай саналады. Мына жерде Думан қонақ үйі, Думан ескі шығар, білмеймін. Кім осында жатады, келет, білмеймін. Мүмкін шетелден келетін кісілер шығар. Сондай бірдеме. Мінеке, мынау ғимарат немен еді? Ғимарат ЗАГС па бірдеме сондай, Салтанат сарай жақта ма? Салтанат сарай басқа жерде. Енді көпірді өтіп бара жатырмыз. Солай күнмен күн өтеді, Сол жолыман берсін деп тілейік Алладан. Әрқашан бір-бірімізге бісміллә деп денсаулық болсын. Мінеке Есіл өзені. Енді Сарыарқа көшесіне кірдік, Мінеке Астана университеті. Мына жерде Польшаның консульствосы бар.
Польшаға барғанда осы жерге келдік жұбайымызбен. Мынау үйде барлығы бар. Onda da adam çok. Bilmem ya, osындай салонмен келді. Сарыарқа жолы ол республика көшесі. Сарыарқа көшесі республика көшесіне сәйкес дәл параллельно жүреді. Сондай көше. 100 жинаған маска істейші. Бүгін маскаруға рабочий. Контролер жаңағы тексерді. Біздің төлеген ақысын біз Қазақстанда Каспий төлеммен жасаймыз төлемді. Содан кейін көрсетеміз экранда біздің ұялы телефонда. Қазір сондай технология 21-ші ғасырда өте күшті. 82. Алдымызда спорт кешені, Астана спорт кешені. Астана парктен Фикс прайс бар. Ана бала енді 16-да. Әйтеуір мұнан бәрін Google картадан, Тугис картадан көруге болады қазір. Бірақ та мінеке Гурман сауда үйі қазір Тугис картасы Play Marketте жоқ. Білмеймін неге солай. Содан кейін ақпарат келеді, сообщение деген вредоносный сондай сообщение сияқты. Мінеке мынаны түсіруге болады бұл, иә? 818 деген ол кісі төледі, иә? Мынау басынан бастап па? Таңертеңнен бері, иә? Содан кейін төлемегендері бар ғой. Төлемегендері бар, иә. Зайчиктар ма, қояндар сияқты? 180 зайчик болған. 180 жарайды, бола берсін кісілер. Өздерінің өзіне. Содан кейін жүргізушінің айтуы бойынша нақты бір жалақы бар, иә? Содан кейін мынау процент жалақы сияқты бірдемен үстінен түседі парктағы. Жаңағына бір ақпаратты біле салдым. Ол құпия шығар емес, құпия емес шығар. Айтуға болады, жарайды. Рахмет. Сондай нәрселер. Сіздер түсіңіз, төлеп жүріңіз. Жолды. Өйткені ол жұмыс қой. Мінеке жеңіс даңғылы. Оны өтіп барамыз. Бөгенбай Батыр мен бара жатырмыз. Оған бұрылдық. Сарыарқадан енді бейбітшілікке дейін бара жатырмыз. Сол жерде бұрылатын шығармыз. Мінеке мына жерде қозғалыс кезінде жүргізушіні алаңдатуға тыйым салынады деп жазуы бар. Сол үшін аса түсіруге болмайды деп. Так, енді мынау бейбітшілік көшесі. Салам бро деген. Дәмханасы. Вайнер, бір вайнер ма, бір комиктің. Жоқ. Оны кемес, ол Джека, сондай басқа бір дәмханасы да. Қазір бұрыламыз. Жасыл шам. Бөгенбай көшесі өте ұзын. Ол қала сыртына дейін шығады. Ана жерге басақ, Павлодарға, Қарағандыға баратын жол сияқты бірдеме. Теріс жүрсе, Көкшетауға баратын жол сияқты бірдеме сондай. Өте ұзын жол. Ескі қаланың оңтүстік, правый берег, оңтүстік жағалаудың получается қаласы. Қаласының астанасы. Мінеке мына жерде Қазпочта. Главный Главпочта. Дәріхана бұрылыста. Сен қайда алдың? Мынау политехнический бір деме.
Колледж па, бірдеме сондай. Я выбираю политех деген сөзі бар. Таңдайым политехті, таңдайым. Магнум. Асында саудадың, сауда үйдің. Әр жолдары күшті. Қызықты сондай. Астана болып шықты. Бұл Қазақстан мемлекетінің астанасы. Мінеки бүгінгі курс валюта 454 доллардың курс евродан 494-498 сондай. Так, мінеки Астана медицина университеті. Өтіп барамыз. Сапсам деген магазиндер, экстаз, дом хлеба, нотариус, емдік, қазына деген қазына жазуы бар, бірақ білмеймін немене ғимараты, білмеймін, түсініп атқан жоқпын. Әйтеуір ту жел беріп тұр. Қазақстан мемлекетінің гербі де бар. Мемлекеттік мекеме бірдеме сондай. Золотая подкова, алтын подкова, және Рубиком Павлодардың магазины, дүкені, Шопзу Маркетс, бір кішкенеден бұлай жақындап барамыз. Темір жол вокзалына дейін. Мынау 26-шы автобус қайта айта салайын, жақсы жүреді. Бисмиллахи-рахмани-рахим деп, иншалла, альхамдулилля. Медицина орталығы. Гүлдер, наздар, цветы. Колледж. Медколледж? Гуманитарный. Гуманитарный. Қай жерде ол? Өтіп кеттік, мінеки. 36-шы автобус, гуманитарный юридический колледж деп, осы жерде жүретін автобустар. Азық түлік. Өзім сондай графикті қойған. Өзіне байланысты, жалақы. Солай отандастарымыз жұмыс істеп жатыр. Табысты болсын барлығымызға. Алладан бір сұрайық. Денсаулықты. Мінеки мешітке жақындап барамыз. Мешіттен өтеді, қасында. Бірақ аялдамасы жоқ, қасында. Бар ма? Тек қана темір жол вокзалында, Сол. Құрметті мұсылман қауым, мешітке барыңыз. Әрқашанды Құран оқиық. Мына мешітте көрдім талай рет, бірақ бірде рет барған жоқпын ішіне. Бүгін біраздан соң, то есть темір жол вокзалдан бері осы жерге келуге тура келеді. Өйткені магриб намазы уже қазір басталады. Мінеки қараңыз. Көз тимесін деп, бисмиллахи-рахмани-рахим деп, астағфирулла. Мінеки мынандай мешіт. Жолшыбайларға өте ыңғайлы мешіт баруға. Кісілер жиналып жатыр. Кішкенеден күн батып жатыр. Алдымызда уже Кадиша деген Кадиша. Мінеки темір жол вокзалы. Тосасын, Мінеки вокзалға келіп қалдық. Қазір айта қойайын. Құрметті отандастар, мінеки келдім. Құрметті жерлестер, ескі темір жол вокзалына.
Ана жерде смайлик бар. Ойбай. Күн батқанға дейін жай түсіре қояйын. Ана жерде автовокзал, көлік сапаржайы. Ана жерде полиция. Енді мешітке баруға керек. Содан кейін тағы да қайтадан оралу керек. Алыс емес шығар, көреміз қазір. Неше минуттың ішінде келем. Байдалды би, Ақтөбе, Ералиев, Жеңіс, Қызылжар, Түйемойнақ, Теректі, Жезқазған. Приобретайте билеты в кассах автовокзала, имеются свободные места. Құрметті жолаушылар, жүктеріңіз үшін билет алуды ұмытпаңыздар. Жүк ақысын төлемеген жолаушылар отырғызуға жіберілмейді. Уважаемые пассажиры, не забывайте приобретать билеты за провоз багажа. Пассажиры, не оплатившие провоз багажа, к посадке не допускаются. Габаритная рамка установлена на платформе автовокзала. Мінекей, сондай ақпарат. Дауысты. Қатты дауыспен. Так, үлгерем. Жүгіріп, ләзде келдім. Үлгердім. Так, енді ары қарай бара жатырмын. Хадиша деген дәмхананың қасында өтіп жатырмыз. Әнеке алдымызда мешіт бар. Соған бара жатырмын. Так, мына жерді қар басты. Солай болып көрінеді. Өте әдемі. Әнеке ай. Әнеке Рахым қызы Раиса ана деген мешітінде намаз оқыдым. Енді так, мына есік ашылмайды. Мына есік ашылды. Шетінен түсіре қояйын. Көрсетіп. Өте әдемі мешіт. Ай, көрініп тұр ма? Көрініп тұрған жоқ па? Әнеке ай. Әдемі көрініп тұр. Магриб намазы өтуде. Уақыты. Рахым қызы Раиса ана деген мешіті Астананың теміржол вокзалының қасында. Әнеке теміржол вокзалы. Жаңа ғана автобуспен осылай келдік. Мына автобуспен емес, басқа 26 аялдамасы жоқ. Өкінішке орай қарама қарсы. Бірақ ана жерден жаяу осы жерге келуге вақыт бар. Осындай әдемі, ішінде таза, күшті мешіт, дәрет алатын жер, барлығы дәретхана бар. Сол мешітке келе беріңіз. Құрметті мұсылман қауым,
Құрметті жамағат, достар, отандастар, хадистерді оқиық. Құранды оқиық. Нақты тура ақпараттарды біле берейік, білім ала берейік. Қай жерде, немене жерде дүние болған Алладан жақсылық сұрайық, қана әрқашанда кешірім сұрайық. Біздің күнәлар үшін кешірсін, күнәларды бізге жақсылықтарды берсін деп, осы өмірде және келешек өмірде әдемі көрініс. Мына ай тура нағыз әдемі. Так, жарайды. Вокзалға дейін ұмтылам қазір. Вот келдім ескі вокзалға. Енді кірем. Жоқ, нормально. 113-ші келді ма? Ой. Қандай? 113. Алматы не ма? Я. Алматы Қостанай ма? Білмеймін, 113. Бола ма? Ха? 9 шығады. 113 айтты. Қайдан көрсетті? Білмеймін. 9 шығады. Қазір. Алматы Қостанай. Қазір көрем. Мінеки. Білмеймін. Шатасып кеттім ба? 113 па? Білмеймін қандай пойыз керек. Оны түсінбеймін. Мінеки. Ескі вокзал. Put your bottles and cans here. Бутылкалар үшін ба? Ескі вокзал. Шетінен солай түсіре қояйын. Полиция. Астана Роудс. Сағат 18:37. Сағат 7-лік келетін пойыз. Мүмкін келді, білмеймін қазір. Көрем. Үстінен де жай саяхат өткізіп жіберейін. Өзіме де, сізге де. Эскалатормен көтеріліп гаджеттер. Астана Роудс деген дәмханасы. Мына анықтамалар, бюросы справочник, жазулар. Мына суды біреу тастап кетті. Шырша жыл. Шырша тұр. Үстінен осылай болып көрінеді. Үстінде туалеті жабық. Әжетхана. Осылай болып көрінеді. Дүкендер. Әртүрлі глобал кофе. Кофе сататын жер. Бариста деген. Кофе жасайтын жер ма? Білмеймін. Fast good. Üstünde mынандай дәмханалар. Котлеты по-домашнему, манты, гуляш, және тағы басқалар.
пәтерлер, жарнамалар, полиция астында. И все. Ал, құрметті отандастар, достар, мінекей нұрлы жол. Темір жол вокзалына келдім. Алматы Свердловск деген поезды. Анау ескі вокзалда дұрыс емес. Айтылған қате ақпаратты маған берген. Енді осы жерге таксилетіп ләзде 40 минуттың 50 минуттың ішінде келдім. Ел үлгердім сағат 7-ге дейін. Еще жақсы ол. Вовремя келген жоқ. Үлгердім әйтеуір. Так, мына жерде қалай баруға? Қалаға шығу, выход на город деген exit to the city. Мінекей қалаға шығатын жол. Сразу тезіректеу бара салайын. Ол дала генералдары, генерал великой степи деген нормал календарьды ала салдым. Мінекей тосатын жер мынандай. Алматы, Казань, Пас, Атбасар, Нұрлы жол. Жарайды. Енді шығуға керек. Қай жерден шығуға қазір сұраймыз жігіттерден. Шығатын жер қай жерде? Мынау ма? Автобусқа. Содан кейін оңға, иә? Рахмет. Так. Окей. Нұрлы жолға кіре салдым. Таксилетіп, блин, қатан ақпаратты беріп, енді осы жерге келдім. Жарайды, қазір паузаға қоя салайын. Так, мінекей шықтым. 14 білмеймін қай жерге барады. Кіру және шығу. Менің автобусым жоқ. Мінекей мынау қандай? 11-ші, 14-ші, 66. 36 минуттан кейін. 60-шы автобус сөйтіп көрмей тұрмын. Мәссаған. Жарайды. Мүмкін кіретін шығарым. Қайтадан. Так. Тоспайық қайтадан мына жерге кіре салайын. Қайтадан. Так. Үстіне мына лифтпен барамыз қазір. 4-ші этажда қабатта сондай жылтыр. 4-ші этаж астым. Қазір көтерілеміз. Мінекей астында поездар. 4-ші қабат деп айтты. Сондай кішкентай бір саяхат. Мына жерде аэро хоккей.
Енді уже асықпауға болады. Өйткені біз хатты ала салдық. Жіберген қарсы алдық хатты. Кісілер бүгін көп. Мінеке. Мынандай үлкен нұрлы жол, темір жол вокзалы. Үлкен, биік. Үшінші жол, төртінші жол. Астан үстінен экскалатормен астына түсеміз. Ана жерде екінші, бірінші жолдары. Ана жерде анықтама. Анықтайтын нәрселер дәретханаға баруға тура келеді. Мына жерде билет кассалары. Внимание, уважаемых пассажиров! Прибывает скорый поезд номером 694 соединение. Шығу дәретхана, жүк мейрамханасы. Акционерное общество пассажирские перевозки. Дәретханаға кіре салайық. Ал осындай саяхат болып, енді саяхаттанып, қазір тағы да шығайық. Астына мінеке поезд. Что істеп қойды? Қайда қойш? Үшінші қабат. Біреу шақырған шығар. Астында. Мына жерден ба? Рахмет. Шығамыз. Осы жерде киінуге керек. Артында? Шықтым. Сол жақтан ба? Так, мынау жазусыз деген автобус. Не деген автобус білмеймін. Алыс автобус қазірде. Мен көріп тұрған жоқпын 60-ты. Мәссан. Шыршаға барып келейш. Мынаның жазуы жоқ. Мынау қандай автобус? А? А қандай автобус нөмірі? 60 осында жүре ма? 60-шы? Полиция СОС деген. 48-ші. Жарайды.
60. Әзірше келген жоқ. Сонымен осы жерде қыдырып жүрейік. Кішкенеден түсіріп. Мінекей мынандай фигуркалар әртүрлі бар. Мынандай шырша. Осы жерде құлаған жоқ, құдай сақтасын, бисмиллахи рахмани рахим. Павлодарда құлап кетті ма? Павлодарда, Семипалатинскта, Семейде. Бір жерде де тағы оңтүстік жерлерде. Мынау қасқыр ма, жоқ аю ма? Және тағы да басқа фигуркалар. Не тағы да. Әлемдер. Мынау үлкен аю сияқтыға. Я, мынау аю. Анау қасқыр сияқты, я. Мына жерде кәтеттейтін горка. Я, түсіс. Жоқ, жатыр. Мына жерде үлкен алма. Сол нұрлы жол, темір жол вокзалы сондай болып көрінеді. Өте үлкен. Поезд ішіне кірет тура екінші қабатқа. Содан кейін үшінші қабатқа ма бірдеме сондай. Жоқ, екінші қабатқа. Үшінші қабат ол басқа қабат, төртінші қабат ол басты зал. Сондай. Енді үйге баруға тура келеді. Құрметті достар мен отандастар, мінекей 60-шы автобусты тоса салды. Енді үйге ұмтылайық ақырындатып. Автобус толық емес. Нұрлы жол Көбе вокзалынан кетіп бара жатырмыз. Мына жерде бұрыламыз қазір. Ой, бисмиллахи рахмани рахим. Біреу шықпаттың үстінен бара жатыр. Тура баратын жол мәссаған. Мына жерде де аялдама бар екен. Бір айналып мына жерге де тоқтайды. Бізді бір машина өткізді. 70-ші Камри. Так, опа. Құрметті достар мен отандастар, мінекей осымен біздің сапарымыз аяқталды. Келіп қалдық біздің аялдамамызға.
Арнау деген. Каналға тіркеліп, сондай сапарымыз болды. Тіркеліп, лайк басыңыздар. Сондай жол болды, сондай сапарымыз. Бір темір жолдан, ескі темір жол вокзалынан басқа бір темір жол вокзалына дейін лезде бара салдық таксимен. Таксидан бұрын автобуспен бардық. Әнеке, бүгінгі ай күшті көрінеді. Бірақ аса күштік емес. Әдемі. Видеомен аса көрінбейді, бірақ сондай. Сол, сау саламат болыңыздар. Барлығына. Assalamu alaikum. Subscribe to the channel, put the likes. Watch our video. Goodbye.